Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағы 6 сынып. Бөлім атауы су тіршілік көзі, Қазақстандағы өзен көлдер, морфология бөлімі. Сабақтың тақырыбы жетісу, болымсыздық есімдігі. Оқу мақсаттарымен танысатын болсақ, оқылым, мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру. Екінші, әдеби тіл нормасы бойынша сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Сабақ мақсатына тоқталатын болсақ, мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтау. Екінші, есімдіктердің сөйлемдегі қызметін түсініп, есім сөздердің орнына қолдану. Бағалау критерийлері. Мәтінді мұқият оқып, негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтайды. Екінші, есімдіктің қызметі туралы мәлімет алады. Үшінші, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолданады. Бүгінгі сабақта жетісу, болымсыздық есімдігі туралы білетін боласыздар. Ал меңгеретіндеріңіз мәтіндегі негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтайсыздар. Есімдіктің қызметін туралы мәлімет білесіздер. Үшінші, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолданатын боласыздар. Ал енді жаңа сабағымыз туралы түсіндіріп өтетін болсам, жалпы біз қазақ тілінде 9 сөз бар екенін білеміз. Соның ішінде біз осы 90-да есімдіктің түрлерімен танысып жатырмыз. Ал бүгінгі күнгі сабағымызда болымсыздық есімдігімен танысамыз. Болымсыздық есімдігі есімдіктің ерекше түрі. Болымсыздық есімдігі көбінесе зат есім, сын есім, сан есімнің орнына жүретіндіктен оны орынбасар сөздер деп те атаймыз. Болымсыздық есімдіктері ешқашан, ешкім, ештеңе, дәнеңе. Мысалға алатын болсақ, ешкімге қиянат жасама. Осы жердегі ешкімге сөзі барыс септігінде септеліп, толықтаушының қызметін атқарып тұр. Есімдік түрленіп, барлық сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Еш сөзі зат есім, сын есімдермен тіркесіп келген кезде бөлек жазылады. Еш уақытта, еш адам. Ал енді оқушылар мәтінді тыңдаңдар. Жер жаннаты жетісу. Жетісу сулы аймақ. Суы мол болғандықтан шөбі қалың әрі шүйгін. Сондықтан жер жаннаты жетісу атанып кеткен. Жетісуда 7 өзен бар. Солтүстікте Балқаш, солтүстік шығысында Сасықкөл мен Алакөл, шығыста Жетісу Жоңғар алатауы, оңтүстік және оңтүстік батысында солтүстік Тянь-Шань жоталарымен шектеседі. Олардың қатарына Лепсі, Басқан, Сарқан, Ақсу, Бүйен, Қаратал және Көксу өзендері бар. Жетісудың кең аумағы солтүстіктен оңтүстікке дейін 900 км, ал батыстан шығысқа дейін 800 км шақырым. Бұл өлкеде егін шаруашылығы ертеден ақ шұраттық сипат алып, қолдан суғаруды қажет еткен. Жайылымдық мал шаруашылығы кең өріс алған. Жетісудың оңтүстік шығыс бөлігінің тау бөктерлерінде 600-1200 метр биіктікте ауа райы ылғалды, қоңыр салқын және ауыспалы топырағы құнарлы. Онда суармалы егіншілікке пайдаланатын көптеген тау өзендері бар. Жемісті ағаштар мен жапырақты ағаштар, ал одан жоғарыдан шырша ормандары өседі. Міне, осындай қолайлы табиғи географиялық жағдайлары Жетісуды Түркістан жеріндегі ертедегі мәдениет ошақтарының біріне айналдырды. Мәтін негізінде бүгінгі сабағымызға байланысты тапсырмаларды орындайық. Бүгінгі мәтін негізіндегі дескрипторларыңыз мәтінді тыңдайсыздар, негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтайсыздар. Анықтаған ақпаратты кестеге түсіресіздер. Бірінші тапсырма. Кестеге негізгі және қосымша ақпаратты жазыңдар. Негізгі ақпарат,
қосымша детальді ақпаратты берілген кесте бойынша жазып шығыңыздар. Енді оқушылар, екінші тапсырма. Екінші тапсырмада болымсыздық есімдіктерін сәйкестендіріп, сөйлемдегі қызметін анықтаңыздар. Бірінші сөйлем. Ана сүтін ақтамағанды кім жақтамайды? Екінші сөйлем. Кімнің ала жібін аттама? Ешкімде керекті есімдікті қоясыз, ұмыт қалмайды. Осы жұмыс негізінде сіздермен дескриптірмен таныстыратын болсам, болымсыздық есімдігін дұрыс сәйкестендіресіздер. Екінші, болымсыздық есімдігінің сөйлемдегі қызметін анықтайсыздар. Олай болса, балалар, жұмыстарымызды тексеріп көрейік. Ана сүтін ақтамағанды ешкім жақтамайды. Бұл жерде ешкім сөзі бастауыштың қызметін атқарып тұр. Себебі кім деген сұраққа жауап беріп заттанып тұрғандықтан. Екінші сөйлем. Ешкімнің ала жібін аттама. Бұл жерде анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Неге анықтауыштың қызметін атқарып тұр? Себебі ешкім заттанып тұр, бірақ дегенмен заттанғанмен ол ілік септігінің жалғауында тұрғандықтан ілік септігінің қызметін анықтауыш атқарады. Үшінші, ешкімде ешқашан да ұмытылмайды. Бұл жерде ешқашан сөзі пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Неге? Себебі қашан деген үстеудің сұрағына жауап бергендіктен. Ал енді оқушылар, үшінші тапсырма. Өлең жолдарындағы болымсыздық есімдігін қай сөз табының орнына қолданып тұрғанын анықтап, септеп шығыңыздар. Өткен адам болады көзден таса, өлді өшті оны ешкім ойламаса. Ол кетсе де белгісі жоғалмайды, керектісін ескеріп ұмытпаса. Шәкәрім Құдайберді ұлы. Үшінші тапсырма негізінде дескриптормен таныс болсақ, өлеңнен болымсыздық есімдігін табады, қай сөз табының орнына қолданып тұрғанын анықтайды, есімдікті септейді. Ал оқушылар, болымсыздық есімдігі ешкім деген есімдік тұр бұл жерде, ол зат есімнің орнына қолданып тұр. Ал септесек, атау септігі кім ешкім, ілік септігі кімнің ешкімнің, барыс септігі кімге ешкімге, табыс септігі кімді ешкімді, жадыс септігі кімде ешкімде, шығыс септігі кімнен ешкімнен, көмектес септігі кіммен ешкіммен. Құрметті оқушылар, бүгін біз барлық сабағымызды меңгеріп, әртүрлі жұмыстар жасап, өзіміздің білімімізді толықтырып болдық. Енді рефлексия жасап, бүгінгі сабақта нені үйрендіңіздер, не әсер етті, не сізге қызық болды. Сол арқылы бүгінгі сабағымызды осы бүгінгі дейін кейін кестесі арқылы өздеріңіздің ойларыңызды осы кестеге толықтырып жазыңыздар. Ал оқушылар енді есімдігі бар 5 мақалды жазасыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.